Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді жаңғақты пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бірінші жаңғағымызды осылай майдалап турап аламыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды салып, жақсылап қолымызбен мыжғылап араластырамыз. Одан соң бізге қамырға 4 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды дайындап, жарып аламыз. Одан соң оны жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаның өзін ғана. Үстінен қантымызды саламыз. Аз-аздан сала отыра, жақсылап көпіртіп миксерлеп аламыз. Одан соң ұнымызға разрыхлителімізді салып, осы маскамызға салып, жақсылап астынан жоғарыға қарай қозғап араластырамыз. Қоюлығы осындай болуы қажет. Одан соң ыдысымызды дайындап, астының жарты бөлігін салып, оның үстінен жаңғақтарымызды салып шығамыз. Одан соң қайтадан тестамызды салып, қайтадан жаңғақтарымызды салып, 180 градуста 30-20 минутта пісіреміз. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, өкінбейсіз. Егер де видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.